Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге жөтелді тез қайтаратын ең оңай әдіспен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Бұрыннан келе жатқан бұл әдісті міндетті түрде пайдаланыңыз және жөтелді қайтаратын мықты әдістердің бірі болып табылады. Ол үшін бізге бал, жұмыртқа, ас содасы және сары май қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ағы мен сарысынан ажыратып алатын боламыз. Бізге бұның ешқандай ақ уызы қажет емес, тек қана сары уызын ғана алатын боламыз. Егер қолдың жұмыртқасы болса тіптен жақсы, немесе бөдененің жұмыртқасын қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Және де сары уызын ғана пайдаланамыз. Енді сары уызына ас содасын жарты қасық қана салыңыздар, және де жақсылап тұрып араластырыңыздар. Жақсылап араластырып болғаннан соң, бір шай қасық балымызды салып, оны да жақсылап осы массаға қосып араластыратын боламыз. Дәл осылай жұмыртқаның сары уызын алдын ала араластырып алғандарыңыз дұрыс. Және де қазір стаканымызға, бокалымызға сүтімізді құятын боламыз. Сүтіміз өте қатты ыстық, қайнап тұрған сүт болуы қажет емес. Кішкене ыстықтау болған дұрыс, өйткені қазір жұмыртқамызды салғанда бірден пісіп кетпеуі қажет. Енді осы сүтімізге жаңағы жұмыртқаның сары уызындағы араласқан массамызды салатын боламыз. Бокалымызға сүтімізді қатты толтырмаймыз, өйткені ас содасы бар болғандықтан құрамында қазір біздің сүтіміз кішкене массасы ұлғаятын болады. Осылай жақсылап қасықтың көмегімен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Және міне көріп тұрғандарыңыздар, кішкене массасы үлкейді. Енді араластырып болған соң бір шай қасық осындай сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң, күніне 4 қасықтан 3 рет ішсеңіз де жарайды. Су моншасында немесе микроволновкада жылытып аламыз, қайнатудың қажеті жоқ. Және де сонымен қатар менің каналымда 4 түрлі әдіс бар. Қақырықты түсіріп, жөтелді кетіретін кереметтей әдістермен бөлістім. Міндетті түрде сол әдісті де пайдаланып көрсеңіздер болады. Мықты эффект береді. Рахмет.